сіздер ата-ана ретінде бұл жағдайды қалай түсінесіздер және оған қандай кеңес бересіздер? Жағдай берші, әрине түсінгендіктен ол балаға айтар едім мен. Егер де сен оңай баратын болатын болса, басқа нұсқа түсуге болады, немесе басқа мамандық президент. Экономист. Білесің, кім болған деп? Сотрудник болады. Өзім таңдадым. Жақсы, сәтті болғанда. Қандай мамандық? Қандай? Тамаша, жарайсың. Дипломның алдында сол салада жұмыс істедім бір жылдай. Бірақ өзіме маған уақыты кетіп жасым өтіп кетсе де, мұғалімдікке таңдадым. Осы саланы таңдағаныма еш өкінбеймін. 10 жыл